Шықты қойдай күмірейген деп, нұрын жырау жырына қосқан 362 әулиелі Маңғыстау қашанда Құранын мен иманнан таймаған, діннен берік ел. Осы жерде тұрған қарттар біледі, қандай қиын кезде де маңғыстаулықтар жаратқанда сиынды иман тіледі. Бекет ата деген сенімнен айырған жоқ. Содан шығар қазір көсегесі көрінген еліміз. Бүгінге мақсат елді имандылыққа, ақ жолға бастау. Ал біздің рухани негізіміз ислам діні. Елбасының дініміз ислам, кітабымыз Құран, пайғамбарымыз Мұхаммед деген әңгімесі бар. Мұның өзі мемлекет саясаты дінге бұрылды деген сөз. Қадірлі ағайын, өздеріңіз білесіздер, осыған дейін орталығында мешіт жоқ облысы Маңғыстау болатын. Азаматтардың бастамасымен, демеушілердің қолдауымен биыл осы ғимарат бой көтерді. Міне, бүгін Алла затын салып, амал күні мешіттің ашылу салтанатына жиналып тұрмыз. Қуаныш ұзағынан болсын ағайын. Сонымен қатар жылдарыңызда құтты болғай, елге, әрбір отбасына жақсылық, амандық, дәулет тілеймін. Қадірлі жамиғат, бүгінгі салтанат үстінде мен сіздердің аттарыңыздан мешітті салған Айсел Ақсай Қазақстан акционерлік қоғамының президентіне Серік Сұлтанғалиевке алғыс айтамын. Қайырымдылық біздің халқымыздың қанында бар қасиет. Мешітке қолдау көрсеткен компаниялар, мекеме, кәсіпорындар аз емес. Олар Қазмұнайгаз, Қазтрансойл, Ақспорт Федерациясы, Маңғыстау Мұнайгаз, Рикопром группа, Texaco Норбузачи, МАЭК, Мұнайтелеком, Арман, Тасболат Ойл Корпорейшн, МРЭК, Казкор Тихва сияқты 70-ке тарта ұжым. Барлығын түгел айтып шығу мүмкін емес. Тіпті Россиядан губернатор Аман Төлеевке дейін өз үлестерін қосты. Барлықтарыңызда Алланың рахметінде болыңыздар. Мен сондай-ақ елдің қуанышын бөлісеміз деп алыстан келген бас муфти Әбсаттар Қажы Тепесәлі, Әбіш Кекілбаев, Фариза Оңғарсынова, Ляззат Қиынов, Қайрат Сатыбалды, Асқар Сманқұлов, Леонид Бурлаков, Қайролла Ережепов, Машани Абухан сынды қонақтарымызға көп рахметімді жеткізгім келіп тұр. Қадірлі жамиғат, мешіттің құрылысына көмек көрсеткен, демеу болған, тілектес болған бүгінге жиналған халыққа, барлық маңғыстаулықтарға менің алғысым шексіз. Осы Маңғыстаудан өткен Зәптіғұл ақын айтқандай, зікір тасбиық жария, мешіттің ішін гүл етке деп, мешіттің іші гүл болғай, нағыз ғибадат орны болғай. Сіздерде Алланың нұры жаусын, тілектеріңіз қабыл болсын. Рахмет. Құрметті қалайық, облыс